Мектеп қашанда ақыл мен ойдың, парасат пен пайымның ортасы. Қоғамның өркениетті дамуы білім шаңырағындағы шәкірттердің талабы мен еңбегіне, мақсаты мен міндетіне тікелей тәуелді десек, интеллектуалдық мүмкіндіктері жоғары жастарды өз қабілеттеріне қарай саралап, оларға инновациялық бағытта элиталық білім беруді қамтамасыз ету арнаулы мамандандырылған мектептер арқылы жүзеге асырылады. Осындай ұлағатты миссияны ойдағыдай орындап, бүгінде қияға ұшқан түлектері талай мінберді бағындырып жүрген киелі қара шаңырақтың бірі және бірегейі Батыс Қазақстан облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей интернаты. Облыс мектептеріне педагог кадрларды даярлаудың сапасын көтеру мақсатында облыс әкімінің шешімімен 1993 жылы Орал педагогикалық институтының ғылыми-әдістемелік материалдық базасының негізінде 9-11 сынып оқушыларынан жинақталған Батыс Қазақстан облыстық педагогикалық лицей болып ашылды. Лицей математика, физика, ағылшын, химия, биология бағыттарында бағдарлы бейінді білім берді. 2001 жылы педагогикалық лицейдің статусы өзгеріп, ол дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаты болып қайта құрылды. Сол жылдардағы Москва мемлекеттік университеті жанындағы Колмогоров атындағы физика-математика мектебімен бірлесіп жұмыс жасауы мектептің одан әрі дамуына тиісті ықпалын тигізді. Жалпы қоғамды цифрландыруға бағытталған цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында өңірлерде ақпараттық технологиялар мектептерін ашу жоспарына сәйкес 2018 жылдан бастап мектептің атауы Батыс Қазақстан облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей интернаты болып өзгертілді. Жаңа бағытта өз жұмысын бастаған мектеп-лицейге 7 сыныптан дарынды балалар конкурстық негізде қабылданады. Ерекшелігі IT саласына бағытталған. Мектеп-лицей ұйымдастырғаннан бергі 30 жыл бойы білім сапасын көтеруде жүйелі, мақсатты, ғылыми-әдістемелік негізде жұмыс атқарып келеді. Оқыту үдерісін ұйымдастыруда және білім мазмұнын айқындауда инновациялық тәжірибелерді батыл жүзеге асыру арқылы шынайы, сапалы білім беруді қамтамасыз етуде. Осынау жылдарда білім ошағы білімнің тек биігін бағындырды десек болады. Мақтанышы түлектер, олар елді өркендету жолында сан салада адал қызмет етуде. Дәл осы лицейдің 100-ден астам түлегі болашақ бағдарламасы бойынша әлемнің ең таңдаулы университеттерінде білім алады. Ілім іздеп жаһанға сапар шеккен лицей түлектері бұл күнде мемлекетіміздің басқару құрылымдарында, отандық өнеркәсіп саласы мен ұлттық компанияларда еңбек етіп келеді. Дарынды балалардың терең білім алуының, жалпы ақылы жағынан дамуының бір жолы олардың шығармашылық қабілетін дамыта білуімен байланысты. Оқушылар мектепте өздері таңдаған мамандықтарына, ғылым саласына қарай пән олимпиадаларына, ғылыми жобаларға, түрлі білім сайыстары мен байқауларға қатынасады. Бүгінде білім ошағының қоры 240 алтын белгі, 150 үздік аттестат, 200-ге жуық республикалық, облыстық олимпиадалар мен ғылыми жоба конкурстарының медальдарымен толыққан. Әр жылдары республикалық ең үздік олимпиадалық мектеп, ұбт бойынша республикалық ең үздік 100 мектеп, облыстық үздік олимпиадалық команда номинацияларын жеңіп алған. 2013 жылы ең үздік білім беру мекемесі атанып, облыс әкімінің 14 миллион теңгелік грантын иеленді. Білім ошағының кемел білімнің көшбасшысы ретінде қалыптасуына лицейдің алғашқы директоры, педагогика ғылымының кандидаты Дәулетов Нәсіпқали Дәулетұлының сіңірген еңбегі зор болды. Кейіннен Шахиева Самал Жәдігерқызы мектеп басшылығы тізгінін ұстап, дәстүрлі жолды жалғастырды. 2022 жылдан бастап лицей ұжымын үздік педагог атағының иегері Шомбаев Жеңіс Меңдіғалиұлы басқарып, биік белестерге жетелеп келеді. Білім мен ғылымсыз мемлекет дамудың даңғыл жолына түсе алмайды. Дегенмен тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Әл-Фарабидің осы ойы білім ошағының бүгінгі бағдаршам іспеттес. Мектеп-лицейдің материалдық техникалық базасы бүгінде білім беру үлгісіне сай жабдықталуда. Мектеп ғимаратында білім алушыларға арналған пән кабинеттері, кітапхана, асхана, спортзал, ауыл балаларына арналған санитарлық нормаларға сай жатақхана жұмыс істейді.
30 жылдық тарихы бар мектеп-лицей интеллектуалдық қабілеті жоғары жастарды өз қабілеттеріне қарай саралап, оларға инновациялық бағытта элиталық білім беруді қамтамасыз ету арқылы жоғарғы нәтижелерге қол жеткізуге болатындығын іс жүзінде дәлелдеп келеді. Талай дарынды баптап, талабын шыңдап келе жатқан білім ордасының алар асуы мен шығар биігі, бағындырар белестері әлі де алда деп сенеміз.